Мен Ризмжанова Ружан 9 А сынып оқушысымын. Мен Абай Құнанбаев жайлы кітап оқып жүрмін. Бұл кітапта оның шығармашылығы жайында жазылған, және де оның жазған өлеңдері. Мұрат атты кітабын оқу үстіндемін. Бұл кітапты таңдаған себебім, мен Мейрам Сердалин өмірбаянын білуге қатты қызықтым. Сол себептен де осы кітапты қазір оқып жатырмын. Енді кітаптан үзінді оқып берейін. Адамда жұлып тастай алмайтын мақтаншақтық, қызғаншақтық, күншілдік деген жиіркенішті мінездер бар. Адам осыларды біле тұра, жиіркене білуде керек. Өзіне өзі, мінезіне жиіркену керек. Өзіне өзі, мінезіне жиіркене білу. Сақтар Қазақстан мен Орта Азияны мекендеді. Сақ атуы тарихта алғаш рет таяу шығыста біздің заманымыздан бұрын 8-ші айдаған бәрін бір өлең, дар жүрекке қысылып. Аты өмір өткелдері, ананың ақжармас сыры, авторы Бақытжан Тибиева. Қызыл балықшы мен Ақсуат ауылының ұл-қыздары бәрі орнықты, ақылды, оқыған, шетінен бәрі әнші. Алакөлдің суында бір қасиет бар шығар. Алакөлдің өсіп өнген қаз үйрегі, тайдай туған шортаны мен табаны, майлы қолғасы қиын заманда халыққа тамақ болған. Жайқалып өскен құрағы, малға азық, қамысы жаурағанда пешке отын болды. Айта берсем, жаңа технологиялардың қарқынды дамуына жол ашты. Алдыңғы қатарда электроэнергия, машина жасау, металлургия. Мұрат қызы Нұрдана. Поэзия. Менімен егізбедің. Сен мені сезесің бе негіздедің. Алауыртқан таңдардан сен іздедім. Қарауытқан таулардан сен іздедім.